Нарықта сәбилердің ой өрісін дамытатын ойыншықтар көбейіп кетті. Олар балаға әсер ететіні анық. Әріптесім Ақбота Сақұлова әзірлеген келесі сюжеттен бірге көрейік. Сәби дүниетанымының дамуында ойыншықтың әсері мол. Бала оның арқасында қоршаған ортаны таниды. Сондықтан да ойыншық ескеретін бірнеше қағидаттар бар. Оған сүйенсеңіз, таңдауыңыз қате болмайды. 2 мен 3 жас аралығында біз баланың тілін дамытуға, яғни сөздік қорын үлкейтуге бар күшімізді салу керекпіз. Отбасы, транспорт, жеміс жидектер, сонымен далада, ас бөлмесінде осындай тақырыптарға байланысты ойыншықтарды сіз таңдап, үйде осы арқылы ойнап баланың сөздік қорын жетілдіре аласыздар. Ал енді 3 жастан кейін, мәселен, қыз бала өзін қуыршақпен теңестіреді, өзін елестетеді. Мен осы қуыршақпын деп. Сол себепті сіз өзіңізде осы таңдау барысында сіздің балаңыз өзін қалай елестетеді, өзін қалай сезінеді, соны көре аласыздар. Әр ойыншықтың өзінің функционалдық мақсаты болады. Ол бүлдіршіннің ой өрісі мен сөйлеу қабілетін дамытады. Оны сатып аларда баланың көзқарасын есепке алыңыз. Бастысы, тауар сертификатын сұрауды ұмытпаңыз. Ол денсаулыққа зиян келтіретін заттар болмауының кепілі. Продукция игрушки в торговой сети обязательно. Сауда желісіндегі ойыншық өнімдерінің сертификаты болуы керек. Сондай-ақ оның сыртқы бейнесіне назар аударған жөн. Мысалға, жарықтар, бөртпелер, өткір иіс пен табиғи қышқыл түсті болуы сақтану керектігінің белгісі. Бала аузына салатын, жұтып қоятын ұсақ бөлшекті ойыншықтардан аулақ болған дұрыс. Ойыншық баланың жасына сәйкес болу керек. Олардың ойлау, қиялдау қабілеті жақсы дамиды. Өз қолдарымен жасаған ойыншықтарды ұнатады. Ең бірінші негізінде әкесі кішкене қызықшылық берді. Телевизордан көрсетіп, мынаны қара динозавр деп. Сонда ол уже прям, ой, мам, қара динозавр деп. Солай қызығушылық пайда болды. Оның алдында негізінде машинаға қызыққан, машинаның коллекциялары прям сөз жетпес болған. Басын айтатымыз, басқа алсайш, наны көр, давай на конструкты алып көрейік деп айтатымыз. Қазір уже жарайды ала бер, уже андай коллекция жинай бастадық. Қолым бос болып қалған кезде, бірге ойнап, қызығушылығын одан арта түсірем. Аттарын жаттап, бірге телевизор қарап, аттарын бірге қайталап отырамыз. Әр баланың жеке ойыншығы болу қажет. Бірақ оны жиі ауыстырып тұрыңыз. Уақыт өткеннен кейін ескісін қайта шығарсаңыз, қызығушылығы қайта оянады. Ұмытпаңыз, сәбидің жетілуінде ойнау маңызды рөл атқарады.